Сен ұбт-дан аз ғана бал алдың ба? Аз ғана балмен пилот болғың келе ме? Қазақстанда ең арзан оқу ұшқыштың оқуы. Тіпті ұбт-дан 140 балл жинасаң да пилоттың оқуына грантқа түсе алмай қалуы мүмкінсің. Сен ұбт-дан аз ғана бал алдың ба? Аз ғана балмен пилот болғың келе ме? Ассалаумағалейкум достым. Қазақстанда алғашқылардың бірі болып YouTube, Instagram, TikTok әлеуметтік желілерінде қазақ тілінде авиация негіздері туралы арна ашқан болатынмын. Жалпы арнамызда авиация туралы қызықты мәліметтер және де қалай аз ғана балмен ұшқыш болуға және әуе диспетчер болған немесе басқа да авиация мамандықтарына түсуге болатынын мен сізге арнамда айтып кеңес беріп отырамын. Сол үшін достым, осы менің арнама тіркел, видеоға лайк бас. Сол кезде осындай пайдалы ақпараттан және жаңалықтардан қорғалмайсың. Бауырым, болашақта ұшқыш болғың келер ме? Қазақстанда ең арзан оқу ұшқыштың оқуы. Ұшқыштың оқуының бағасын айтсам, бағасынан бастарың айналады. Ендеше құлақтарын түріп дайын болыңдар. Қазір айтамын. Ассалаумағалейкум достар. Алдыңғы бейнеде мен қалайша аз ғана балмен пилоттың оқуына грантқа түсуге болатынын айтам деген едім. Жалпы бүгінгі видеода осы ақпаратпен сіздермен бөлісемін. Бауырым, сен мына қысқа видеоның соңына дейін қарамасан, тіпті ұбт-дан 140 балл жинасаң да пилоттың оқуына грантқа түсе алмай қалуы мүмкінсің. Себебі бұл видеода пилоттарға қойылатын талаптар мен грантқа түсу шарттары айтылған. Сосын видеоны до конца көр. Ұшқыш мамандығы жалақысы ең көп мамандықтардың бірі. Бірақ Қазақстанда жастардың көбісі пилот мамандығын таңдамайды. Бірден бір себеп олардың басында жалған ақпараттар бар. Бірінші жалған ақпарат, пилот болу үшін адамның бойы кем дегенде 180 см болу керек деген. Бұл өрескел қате. Ал шындығына келетін болсақ, біздің академияда бойы 165 және 170 см болатын ұшқыштар да бар. Ал екінші жалған ақпарат, адамның бетінде немесе денесінде бірде-бір тыртық болмау керек деген. Бұл да нағыз жалған ақпарат. Бастысы сіздің көз жанарыңыз, жалпы физикалық тұрғыда сіз бар жағынан мықты болуыңыз керексіз. Сол кезде ұшқыштардың медкомиссиясына сіз өтесіз. Ал ұшқыш болудың екінші қадамы, сіз ұбт-да таңдау пәндеріңіз физика және математика пәндері болу керек. Шектік балдан ассаңыз және медкомиссиядан өтсеңіз, сіз құдай қаласа ұшқыштың оқуына грантқа түсесіз. Алла қалап сіз пилоттың оқуына грантқа түссеңіз, сізден мынандай талаптар күтіледі. Ағылшын және орыс тілін жақсы білуіңіз керексіздер. Себебі болашақта 2-ші, 3-ші, 4-ші курста сабақтарыңыз ағылшын, орыс тілінде өтеді. Және де болашақта жұмыстың өзінде сіз ағылшын және орыс тілінде сөйлейсіз. Көрдің бе достым, ұшқыштың оқуына грантқа түсу үшін ұбт-да физика, математика пәндерінен бар болғаны 85 балл жинасаң болды. 85 балдан ассаң сен грант конкурсына қатыса аласың. Ал егер ақылы оқуына оқимын десең, 65 балдан жоғары жинауың керексің. Бірақ не қыласың, ақылы оқу өте қымбат. Қазақстанда ең арзан оқу ұшқыштың оқуы. Ұшқыштың оқуының бағасын айтсам, бағасынан бастарың айналады. Ұшқыштың оқуында платный оққың келсе, қалтаңнан су жаңа қап-қара LX600-дің кілтін немесе су жаңа қап-қара X7-дің кілтін тастай салуға дайын болуың керексіңдер. Себебі бағасы бар болғаны 88 миллион теңге. Бұл жай ұшу практикасының құны, ал жылдық оқуы одан бөлек есептеледі. Такшы барлығын қоссақ 90 миллионның ар жақ бер жақ шамасы. Сол үшін достым, ұшқыш болар алдында ең алдымен ойлап. Естіп тұрған ақпараттарыңыз ешқандай жалған емес. Себебі бұл ақпаратты мен Инстаграмдағы Азаматтық авиация академиясының ресми парақшасынан білдім. Айтпақшы, мені көріп отқан қыздар қауымына қуанышты жаңалық, яғни мені көріп отқан қарындастарым, сіздерде болашақта пилот бола аласыздар. Себебі пилот болу ол адамның жынысына қарамайды. Еркектер де, әйелдер де пилот бола алады. Оған дәлел мына бейнеміздегі Лейло есімді әпкеміз. Ол Эйр Астанада Боинг ұшағының екінші ұшқышы. Ол халықаралық рейстерді тізгіндейтін әйел ұшқыш.
Оның айтуынша ер адамдарда әйел адамдарда ешқандай басымдылығы жоқ дейді. Жұмыста бәрі тең. Авиацияда сенің тек кәсіби біліктілігің ғана маңызды дейді. Және де ол келешекте ұшқыш болғысы келетін қыздарға арманына адал болуға, жақсы оқуға, денсаулығына көңіл бөліп, авиацияны жақсы көруге кеңес береді. Және де Эйр Астананың бортында кездескенше деп ыстық лебізін білдіреді. Возможность путешествовать. Престижная профессия. Офис с красивым видом. Достойный заработок. Исполнение мечты. Ұшқыш мамандығының ең негізгі кемшілігі ол жұмысқа тұру мәселесі. Яғни сіз компанияға жұмысқа тұру үшін кем дегенде 30-50 шақты ұшқышпен бәсекеге түсесіз. Яғни кім конкурстан өтеді, сол компанияға кіреді. Ал екінші кемшілігі ұшқыш мамандығының оқуы өте қиын, программалары ауыр. Ал үшінші кемшілігі сіз көбінесе рейсте боласыз. Сол себепті сіз үйіңізге күніге кешке бара алмайсыз. Және де сапарыңыз бірнеше күнге созылып кетуі әбден мүмкін. Бірақ мен ойлаймын, нағыз ұшқыш болғысы келетін адамға бұлар проблема емес. Бастысы сіз ұшу барысында ешқандай қателікке бой алдырмауыңыз керексіз. Себебі борттағы әрбір жолаушының өмірі тікелей сіздің қолыңызда. Ыңғайсыз ауа райында, тар жол тайғақ кешулерде арба сынбайтын, өгіз өлмейтін шешім қабылдай білуіңіз керексіз. Ұшқыштың жауапкершілігі өте жоғары. Яғни сіз мүлде қателеспеуіңіз керексіз. Себебі авиация қателікті кешірмейді. Я досым, сен болашақта ұшқыш болғың келсе, яғни арман қиялында қандай қалықтап ұшқың келсе, осы бастан сабағын дұрыстап оқы, назарыңды білімге фокуста, алдыңа үлкен мақсаттар қой, және сол мақсат жолында жалындап жан. Сол кезде сен өзіңнің мақсатыңды міндетті түрде орындайсың, мақсатыңа міндетті түрде жетесің, болашақта мықты ұшқыш боласың. Мен оған кәміл сенемін. Жалпы ақпарат ұнаған болса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіз, және пилот болғысы келетін досыңызға осы видеоны міндетті түрде жіберіңіз.